Мына қазақта садап деген сөз бар, кейде сәлеп деп жатады. Соның не екенін баяндайын. Садап демесе сәлеп деген теңіздің түбінде жататын дүргауһар, маржандар, інжулердің қабығы. Орысша айтқанда ракушка деген нәрсе. Ал маржан қалай пайда болады сол садаптың ішінде? Осыған қатысты мына қазақтың әулиесі Мәшһүр Жүсіптің бір өте қызықты аңыз тұжырымы бар, соны айтайын деп отырмын. Мәшекең айтады, көктемде Әбілқаят жаңбыры жауады дейді. Әбілқаят дегенді білесіздер ғой, өмірдің суы, мәңгілік өмірдің суы деген. Сол Әбілқаят жаңбыры жауған кезде дейді, құдіреті күшті Құдай өзінің құдайлық мейірі тасып жаудырады дейді осы жаңбырды. Жанды жансызда мұны керек қылғанда ұшы жоқ, ұзын, түбі жоқ, терең дарияда жатқан садап деген бір кішкентай нәрсе Әбдірахметтен аузыма бір тамшы су деп дарияның бетіне қалқып шығып, ынтасы құрумен, іңкәрланумен аузын тосады екен жаңағы суға. Сонда жауып тұрған жаңбырдың бір тамшысы оның аңқиып, ашқан аузына тамбасқа шарасы қалмай тамады екен. Бір тамшы тамған соң, болдым, тойдым, маған енді басқа дүние бір тиын құрлы керегі жоқ деп, бір тамшыны қанағат қылып дарияның түбіне барып, қорек тіздемейді, дәнемені де керек қылмайды, тарп етпей жатып қалады дейді. Сол іңкәрланып, құмар болып, ынталы жүрек шын көңілімен аузын тосып бір тамшыға қанағат қылғандығының қасиетімен әлгі тамған бір тамшы садаптың қарнында дүргауһар тасқа айналады дейді. Дүргауһар наурыз айында рахмет жаңбырынан пайда болатын құбылыс, міне көріп отырғанымыздай. Ол сондай-ақ ағашқа жапырақ, тікенге гүл, сахараға қызғалдақ, араға бал, жыланға у, тұздың кеніне тамса тұз, тақыр жерге ащы сор, қаратасқа қына, күллі дүние жүзінде өсіп өнетін оның бәріне өсім тұқым осыдан шығады деп түйінді тұжырымдама жасапты Мәшекең. Мәшекең мына Құдай тағаладан берілетін сырлы ілімді жаңағы Әбілқаят су жаңбырына теңеп, садапты ілім адамына теңеп отыр да. Мен сол ілімді алып ішіне сырғып жасырған адам көкірек көзі ашылып, ішінде көптеген білім болып, нәтижесі алмасқа айналады деп отыр, дүргауһарға айналады деп отыр. Міне осындай бабаларымыз өткен бізді, сөздің құдіретін білетін. Бөлісіңіздер, таратыңыздар ағайын. Бәрі оқысын, естісін.